Саламатсыздар ма, құрметті достар? Бүгінгі күні біз өзіміздің қысқаша осы медиация туралы сабағымызды бастаймыз. Ең бастысы біздің айтқымыз келетіні және халыққа жеткізгіміз келетіні ол бүгінгі күнгі медиация институтының халық үшін, әрбір адам үшін тиімділігі болып табылады. Мысалға, өздеріңіз білесіздер, енді біз қазақ елі қай заманда да бітімгершілікті қолдаған халықпыз. Біздің қазақ елінде тарихта өздеріңіз көргендей қаз дауысты Қазыбек би, Төле би, Әйтеке би деген ұлы тұлғаларымыз ел арасындағы, үй арасындағы дау түгілі көрші мемлекеттермен де дауларын әрдайым тиімді шешіп келген. Ол үшін ең бірінші ретте билердің әділдігі, билердің сол парасаттылықты қолдағаны ең бірінші уақытта дәріптелсе, қазіргі күнгі бізде медиаторлардан талап ететініміз сол болып табылады. Ең бастысы біздің айтқымыз келетіні әрбір тұлға ең бірінші ретте өзінің дау-дамайын шешуге сотқа дейінгі институт ретінде медиация институтын таңдаса, ол өзі үшін де өте тиімді болады. Не себепті екенін қазір мен сіздерге тақтаға жазып көрсетейін. Ең біріншісі біз екіге бөліп алып, бір жағына медиация тиімділігін көрсетсек, екінші жақта соттың әрекеттерін көрсетейік. Ең бірінші қарап отырсаңыздар, медиация процедурасы ол ерікті процедура. Яғни, ешбір уақытта біз ешқандай адамды өз еркінен тыс медиация процедурасына мәжбүрлі түрде тартпаймыз. Яғни, медиацияның әрбір тарапына звондап, ол өзіндік келісімін бергеннен кейін ғана медиация процедурасы басталады. Ал сот процедурасы ол еріксіз процедура. Яғни, егерде сотқа қандай да бір шағым, талап, арыз түскен болып жатырса, тараптардың екіншісі автоматты түрде жауапкер ретінде сотқа тартылады. Егерде сіздер сотқа медиация процедурасына қатыспаған жағдайда сізсіз медиация процедурасы өтпейтін болып жатырса, керісінше сот процесінде сіздер келмесеңіздер де сот процесі өзі көрсетілген мерзімде заң талаптарына сай өткізіле береді. Онан кейінгі медиация процедурасының тиімділігі ол уақыт үнемі. Біз әрбір медиаторға қазіргі таңда талап қоямыз. Қазақстан Республикасының заңнамасында көрсетілген, егерде медиация процедурасы соны талап етілген жағдайда 30 күннен аспайтын мерзімде жүргізілетін болып жатырса, ал одан да уақытты талап еткен жағдайларда ең барлығын қосқан уақытта ең ұзақ мерзім ол 60 күн болып белгіленген. Дегенімен біздің медиаторларға қоятын талабымыз бір процедура, бір сағаттық қана жұмыс. Яғни, сіздердің дауларыңызды білікті мамандар тек бір сағаттың ішінде ғана шешіп береді. Ал сот процедурасына келетін болсақ, сот процедурасына талап арыз берілгеннен кейін сотпен сіздердің құжаттарыңыз қабылданады. Ең бірінші сатының соты ол 2 ай мерзім. Онан кейін, өздеріңіз білесіздер, сот процедурасының барысында бір жеңген, бір жеңілген болады. Яғни, бір тараптың өтініші қанағаттанса, екінші тараптықын сәйкесінше қанағаттандырудан бас тартылады. Егерде сот шешіммен келіспеген жағдайда, сотқа қатысқан тараптардың сол сот актісін жоғары тұрған сотқа шағым келтіруге құқылы, яғни апелляцияға бере алады. Ол үшін не соттың шешімінің күшіне енуіне 1 ай мерзім, немесе 1 ай мерзімде ол апелляциялық сатыға берілу керек. Екінші саты дәл осылай 2 ай мерзімді алады. Сонда әрбір сот процесіне жүгінген уақыттарыңызда сіздер орта есеппен 5 ай уақыт жұмсайсыздар. Ал медиация процедурасы тараптар егерде ортақ бір келісімге келген жағдайда 1 сағаттың ішінде өзінің мәселесін тиімді әрі тез шешілетін болады. Онан кейінгі біздің медиация институтының тиімділігі
ол материалдық үнемділік. Ол дегеніміз, егер де сіздер кәсіби медиатордың қызметіне жүгінген болсаңыздар, сіздер тек кәсіби медиатордың ғана ақысын төлейсіздер. Ал егер сотқа жүгінген болсаңыздар, онда ең бірінші ретте, өздеріңіз білесіздер, арыз жазу. Ол ақша. Екіншісі, сотқа қат тастау үшін, арызды қарау үшін баж салығы төленеді. Ол да ақша. Онан кейінгі сот барысында өздеріңізге әрбір адам, егерде заңгерлік құжаты болмаса, ол өзіне заңгер немесе адвокат жалдауға құқылы. Адвокат немесе заңгердің де ақысы қазіргі таңда ол кішкене сума емес. Бұл қарап отырсаңыздар, бұдан бөлек сіздер жаңағы мен айтып кеткен уақыт шығыннан бөлек күнделікті сот отырыстарына қатынау шығындарыңыз тағы да бар. Онан кейін соттың бұл тек бірінші сатысында ғана жұмсалатын ақша. Егер де сіздер екінші саты сотына жүгінетін болып жатырсаңыздар, қайтадан арыз немесе қарсы пікір, қайтадан адвокат немесе заңгерге жұмсалатын қаржыны өтеуге мәжбүрлі боласыздар. Ал бізде қарап отырсаңыздар, медиация бұл тек уақыт емес, қосымша қаржының да үнемі болып табылады. Онан кейін өздеріңіз білесіздер, енді әрбір жақтарда айтылып жатырған мәселе бұл, ең адам үшін қымбат және орны толмас қазынасы, ол уақыттан кейін денсаулық болып табылады. Қарап отырсаңыздар, өздеріңіз сотқа барған уақытта 2 ай мерзімде соттың шешімі кімнің пайдасына шешіледі екен деген уайыммен өмір сүресіздер. Жалғыз сіз емес, сіздің отбасыларыңыздың мүшелері де сізбен бірге сол уайымыңызды бөлісіп жүреді. Күнделікті кешке жатарда, азанда ұйқыдан тұрғанда ойланатын дүниені бір 4-5 айға созылуы, ол әрбір адамның жүйкесінің тозуына әкеп соғады. Ал медиация процедурасында керісінше 1 сағатқа ғана созылатын процедура болғандықтан, тараптар тіптен мәселені уайымдап түгілі ойлап та үлгермейді. Сол себепті біз сіздерге қазіргі күні медиацияның әлде қайда соттан тиімді екендігін көрсеткіміз келеді. Одан кейін енді өздеріңіз білесіздер, Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес, егерде бірінші саты шешімімен келіспеген жағдайда, сіздер екінші сот сатысына шағым келтіру құқығымен қоса, егерде сіздер екінші сатының шешімімен келіспесеңіздер, кассациялық ретте өздеріңіздің шағымдарыңызды келтіру құқықтарыңыз тағы да бар. Ол дегеніміз қосымша тағы да 6 ай мерзім қосымша қаржыны талап етеді. Себебі біз кассациялық шағымды қазіргі таңда Астана қаласы арқылы береміз. Ал медиация процедурасының бұл ретте тиімділігі, тараптар өз еріктерімен келгеннен кейін, олар қабылдаған шешімді өздері айтып, өздеріне тиімді ретте қабылдағандықтан медиативтік келісім шарттар бұзылмайды. Олар өзгертілуге немесе толықтырылуға жатпайды, тек орындауға, яғни әрбір тарап медиация процедурасы барысында өзіне алған міндеттемелерді орындауға міндетті болып табылады. Егер тараптар өздеріне алған міндеттемелерді орындамаған жағдайда, автоматты түрде қазіргі таңда Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу процессуалдық кодексіне сәйкес 3 күндік мерзімде сіздер мәжбүрлеп орындату үшін жергілікті сот органына барып медиативті келісім шартты ғана берулеріңіз керек. Дегенмен ол уақытта міндеттемелерді емес, тараптардың егерде мен өзіме алған міндеттемені тиесілі орындамаған жағдайда, маған осындай жауапкершілік қаралуын сұраймын деген тұсы
мәжбүрлі түрде орындалатын болады. Сол себепті қарап отырсаңыздар, медиативті келісім шарт әрбір адам өзінің шама шарқына қарай, өзінің мүмкіншілігіне қарай, өзінің материалдық мүмкіншілігін ескере отырып, өзіне міндеттеме алғандықтан тараптар үшін орындалуы да ешқандай қиыншылықты тудырмайды. Онан бөлек біздің ең басты бүгінгі күнгі жеткізгіміз келетін мәселесі, ол қарап отырсаңыздар, сот процесі әрдайым кейбір жағдайлар болмаған уақытта әрдайым ашық сот отырысы. Яғни ашық сот отырысына әрбір Қазақстан Республикасының азаматы барып, сот процесіне қатыса алады. Яғни сіздердің сот процесі барысында бір-бірлеріңізге айтқан сөздеріңіз, бір-бірлеріңіз өзіңізді ақтап айтуға, өзіңіздің дәйектеріңізді келтірген уақыттағы айтылған сөздеріңіздің барлықтары ол жария формада өтеді. Яғни кез келген қалаған адам көріп біле алады. Ал медиация процедурасының тиімді тұсы бұл реттерде медиация процедурасында тек дауласушы екі тарап қана қатысады. Екі тараптың айтылған мәселелері ешбір үшінші, төртінші тұлғаға айтылуға жатпайды. Ол жауапкершілік тек медиация процедурасына қатысушыларға ғана емес, ол медиация процедурасını жүргізіп отырылатын медиаторға да қойылатын талап. Яғни сіздердің араларыңыздағы бар дауды медиатор қандайда да бір тұлғаға айтуға құқылы емес, ол бойынша әкімшілік және қылмыстық жауапкершілік көзделген. Онан кейін бағана сөзіміздің ең басында айтып өткеніміздей, бізде Билер институты дедік. Сол Билер институтының жалғасы ретінде қалыптасып жатырған қазіргі таңдағы осы медиация институтының ең бір тиімді тұсы әрбір медиатордың бейтараптылығы. Яғни біз екі де тұлғаға бірдей мүмкіншілік береміз. Ол медиация процедурасының барысында өз ойын айтуға, өз шешімін айтуға, өз пікірін айтуға және өзін ұсыныс жасауға құқылы. Ал сіздер білесіздер, сот процедурасының барлығы ол формалды процедура, яғни әрбір сот процедурасы заңда белгіленген тәртіппен өту керек. Ол судьяның қатысуымен сот белгілеген ғимаратта және сот белгілеген уақытта ғана өтетін процедура. Сот процесіне қатысатын тұлғаларда, ол прокурор болсын, ол адвокат болсын, ол эксперттер болсын, олардың барлықтары бір формалды түрде қатысу міндеттемелері бар. Ал медиация процедурасында керісінше, біз мейлінше қандайда бір эксперттерді немесе үшінші тұлғаларды, мамандарды тартпау жағынан жұмыс жасаймыз. Онан бөлек медиация процедурасы әрдайым тек тараптарға ыңғайлы уақытта және тараптардың қалаған жерінде өтетін процедура. Яғни бір қатып қалған бізде формалдық қандайда бір қатынастар жоқ. Құрметті достар, енді өздеріңіз білесіздер, 2011 жылы қабылданған медиация туралы заңның бүгін 2020 жылы 5 тамызда 9 жылдық мерейтойы болады. 9 жылдық мерзімде осы біздің жасап жатырған жұмыстарымыздың көп легі біздің халқымызға осы медиация институтын кеңінен дәріптеу болып табылады. Себебі неде? Себебі қарап отырсаңыздар, енді біз әрдайым өзіміздің әдет ғұрпымызды, саналы салтымызды жоғалтпауға жұмыс жасаудамыз. Оның бір тұсы ретінде қазіргі таңда қоғамға медиацияның ең тұсын біз рухани жаңғыру жағынан қарастыруымыз қажет. Себебі неде? Қазақ ешбір уақытта жетімін жылатпаған, жесірін қаңғыртпаған ел болып келген. Бізде қазіргі таңда медиация институтының дәріптеу барысында біздің ата-бабамыздан қалған сол бір салтымыз отбасын сақтап қалу, бала-шағаны қаңғыртпау, бала-шағаны жылатпау, балаға толық тұрмыс тіршілікті қамтамасыз ететін отбасын қалыптастыру бағытында жұмыс жасап келеміз. Себебі неде? Себебі білесіздер, қазақ елінде баласы мен анасын төбесіне қойып, ер азаматын әрдайым ұлықтап
тоқтатқан ел болып табыламыз. Сол себепті бізде қазіргі таңда осы медиация институтын біздің қоғамға толыққанды енуіне біз болып, сіз болып атсалысуымыз керек. Қандай да бір қарап отырсаңыздар, отбасылық жағдайларда әрдайым біз бір жақтылық мәселелерді қарап жатамыз. Әрбір адам өзінің ғана тек мен, маған деген ғана сөздермен шектеліп жататын кезеңдер болып жатады. Сіздер медиация процедурасына келген уақыттарыңызда медиатор әрдайым сіздерге тек медиатор ретінде емес, психолог ретінде де көмек беріп, сол менменшілдіктің шегінен шығуға және көпшіліктің, яғни біздің ата-бабамыздан қалған қазақылығымыздың толыққанды дәріптелуіне жұмыс жасайтын болады. Қарап отырсаңыздар, біз ең оңай енді түсі деп айтайын, мен әрдайым өзімнің медиаторларыма да көрсететін мәселем сол. Бізде әр мәселеге келген уақытымызда біз екі адамның екі түрлі пікірін қараймыз. Әрбір медиация процедурасында тараптар жұмыс жасаған уақытта ең басты тиімді деп есептелетін дүние әр адамның пікірін қарау. Мысалы ретінде келтірейік, ең көп дүниеде бізге келетін адамдар ол ажырасуды қалайтын әйелдер немесе ер азаматтар. Дегенімен әрбір адам келген уақытта мен шаршадым, менің жолдасым ішеді, менің жолдасым үйге кеш келеді, немесе тапқан табысын үйге әкелмейді деген сұрақтармен біз өте көп кезігеміз. Дегенімен де оның екінші жағында тұрған отбасының жылуы, әйелдің күйеуіне деген мейірімі деген сөздерді, баланың әкеге деген құрметі деген мәселені біз көп реттерде ұмыт қалдырып жатырмыз. Қазақта мақал бар: жақсы әйел жаман еркекті төрге сүйрейді, жаман әйел жақсы еркекті көрге сүйрейді деген. Сол себепті біз өзіміздің еш уақытта қазақ елінің, ұлы қазақ елінің саналы ұрпағы екенімізді ұмытпауымыз керек. Әрдайым қандай да жағдай болмаса да, сол жағдайдан абыроймен шығып, ең бастысы арадағы бар балалардың толыққанды отбасында өсіп, әке мен ананың мейірімін бірдей алып, әке мен ананың тәлім тәрбиесін бірдей алатындай жағдай жасай білуіміз керек. Әрине, қазіргі қоғамда, қазіргі әлеуметтік жағдайда оны жасау мүмкін сәл қиын болар. Алайда, егерде өзім сол мәселені толыққанды шеше алмаймын деген жағдайда, сіздер әрдайым біздің қызметімізге келіп жүгіне аласыздар. Қазіргі таңда Қызылорда облысы бойынша кәсіби және кәсіби емес медиаторлардың институты толыққанды жұмыс жасауда. Әрбір аудан орталықтарында, елді мекендерде, қала орталық, облыс орталығының барлығында қажетті деңгейдегі медиаторлар институты бар. 2 жыл уақыттан бері Қызылорда Қазақстан Республикасының Халықтар Ассамблеясының Қызылорда облыстық хатшылығы, оның ішінде қоғамдық келісім, коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ұйымдастыруымен біз 2 жыл қатарынан медиаторлардың біліктілігін арттыру семинарларын жасадық. Ең басты біздің қойған мәселеміз ол білім саласындағы медиациясын дамыту және отбасылық медиацияны дамыту болып табылады. Одан бөлек Қызылорда қалалық ішкі саясат бөлімінің 3 жылдан бергі де әлеуметтік жобасы, яғни Қызылорда қаласындағы медиация қызметін дамыту әлеуметтік тапсырысы аясында Қызылорда қаласындағы барлық деңгейдегі кәсіби емес медиаторлардың деңгейін арттыру, одан бөлек әрбір 54 мектептен медиация кабинеттерін ашу қызметтері жасалынды. Қазіргі таңда өздеріңізге қажетті деңгейдегі, өздеріңізге бір медиацияның ерекшелік тұсы, өздеріңізге ұнаған өмірлік өтілі, сіздердің ойларыңыздан шығатын өмір ұстанымы, сөз ұстанымы, сіздердің көңілдеріңізден шығатын тұлғаны араларыңыздағы дауда медиатор ретінде таңдап ала аласыздар. Және де сіздердің араларыңыздағы дау емес, тіптен бір кішкене түсініспеншілік болғанның өзінде де
кәсіби маманға келіп, өздеріңіздің араларыңыздағы ренішті ұлғайтпастан мәселені оңтайлы шешу жағдайларын қарастыра аласыздар.